Енді мынандай тамаша бір кітап бар интернетте тегін. Біраз суреттерді осы кітаптан алдым. Себебі гидті түсіндіру үшін мен тағы да сол кітаптағы суреттерді қолданатын боламын. Қараңыздар. Мысалы бізде мынандай файлдар құратын болайық. Давайте бізде параллельно осы файлдар құратын болайық. Қараңыздар. Жаңа файл құрайық. Бұл файлдың аты readme болсын. Readme бас әріппен. Тест rb деген құрайық. Яғни Ruby код. Тест rb маңызды емес, оның ішінде қандай код болған. Және license, лицензия. Бір файл құрамыз, license. Маңызды емес бұның ішіндегі коды. Қараңыздар, біз енді осыны get статуспен тексеріп көрейік. Get status. Бізде 3 untracked файл болу керек, readme, license, test rb. Енді біз осыны дайындық алаңына, немесе индексацияға аламыз. Readme-ді, license-ді и test rb-ді. Git статуста тексеріп көреміз. Short. Барлығы қосылды. Енді commit жасап көрейік. Commit. Commit бізде мынандай бола берсін. Readme, license, және test rb. Added. Қосылды дейік. Тамаша. Барлығы таза. Жұмыс папкасы таза. И біздің жаңадан құрған файлдарымыз коммитке түсті. Яғни сақталды. Енді бізде автомат түрде біз кез келген репозиторийда по умолчанию, яғни қалыпты жағдайда бір тармақ тұрады. Оның аты мастер деп аталады. Мастер. Ол мастердің атты өзгертуге болады әрине. Қалыпты жағдайда ол мастер деп аталады. Енді қараңыздар. Бұл басқа тармақтардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұны біз git init деген команда құрады. Осыны есте сақтаңыздар. Git init. Оны байқасаңыздар, міне git статусты көрсеңіздер, on branch master, яғни мастер бұтағында тұрмыз дейді. Қараңыздар, енді біз осы команда арқылы біз бірнеше объект құрдық, яғни git объектілері. Біз енді алдағы сабақтарда git-тің ішкі механизмін өтетін боламыз, өте қызық. Бірақ әзірге тармақтарды, яғни branch'ті түсіндіру үшін аздап ақпарат бере кетуім керек. Яғни blob деген объектілер бар. Blob деген объектілер бізде осы ақпараттарды сақтайды. Яғни бізде болып жатқан бүкіл файлдарды осы blob деген объект арқылы сақтаймыз. Яғни біз blob деген объектілер арқылы бір нұсқадан екінші нұсқа ауысқан кезде оны қайтадан орнына қалпына келтіре аламыз. Енді қараңыздар, бұл blob деген папкалардың барлығы tree деген объектілер сақталады. Яғни tree деген бізде былайша айтқан кезде папка. Яғни индекс салынатын папкалар. Яғни біз мысалы add readme test rb license деп қостық, бұл файлдар біз индексация жасадық. Енді осылардан біз қарап тұрсаңыздар, tree деген объект пайда болады екен. Бұл tree объекттің өзінің ішінде басқа папкадай болуы мүмкін, басқа tree объектісі болуы мүмкін, немесе blob объектісі болуы мүмкін. Енді бұл tree объектілерден жинақталып, біз commit-ке жіберген кезде commit объектісі пайда болуы мүмкін. Яғни бұл commit объектісі бұл tree-дан тұрады, және қосымша ақпараттан тұрады. Авторы, коммиттер, тағы басқа. Енді бұның ішкі механизміне біз әлі тағы да жолығамыз, тағы кездесеміз алдағы сабақтарда. Енді қараңыздар, біздің commit-ке жіберген кезде біздің бүкіл снапшоттарымыз, яғни біздің чекпоинттарымыз, яғни біздің фиксацияларымыз commit-терден тұрады. Қарасаңыздар, мына 1 commit, 2 commit, 3 commit. Әр commit-тің өзінің ішінде parent деген нұсқағыштар бар. Яғни ол алдыңғы commit-ке көрсетіп тұрады.
мынау комит алдыңғы комитке көрсетіп тұрады. Сонда біз гитті бір кішігірім файлдық жүйе деп қарастыруға болады. Әрбір комит жасаған сайын сол файлдық жүйенің былайша айтқан кезде күйін суретке түсіріп аламыз. Сол сәттегі. Және біздің сонда гит басқару жүйесі осындай снапшот, осындай суреттердің, яғни тырнақшаның ішіндегі суреттердің тізімінен тұрады екен. Және бір тізім екі алдыңғы өзін тізімге сілтеп тұрады, нұсқап тұрады. Сонда қараңыздар, бізде мынау комиттерден тұрады. Бүкіл өзгерістер біз комиттерді сақтаймыз. Комиттер ол ағаштардан тұрады, ағаш ол блоктардан тұрады. Блок біздің ақпаратты сақтайды. Енді қарап тұрсаңыздар, комит былайша айтқан кезде комит бізде объект. Ол объект идентификациялы бұл хэш-код арқылы беріледі. 40 символдан тұратын хэш-код. Мына жерде схемада қысқартылған нұсқада көрсетілген. Мысалы, бірінші комит, екінші комит, үшінші комит тағы басқа. Енді бұтақтар. Мысалы, бізде кез келген репозиторий құрған кезде қалыпты жағдайда мастер деген бұтақ тармақ автомат түрде құрылады. Оның атын өзгертуге беруге болады кейін, бірақ традиционно сол мастер күйінде қалады. Кейінгі кезде GitHub'та main деген тармақпен көбірек жұмыс жасайды, яғни ол жерде қалыпты жағдайда main деген құрылады. Сондықтан бұл жерде master или main басқаша ат қоясыздар ма, ол маңызды емес. Ең бастысы ол тармақ. Енді тармақ деген біз не сонда? Тармақ деген қарапайым тілде айтқан кезде ол нұсқағыш, яғни ол просто сілтеме. Ол нені сілтеп тұр? Яғни бұл тармақ соңғы комитті сілтеп тұрады екен. Қалыпты жағдайда ол соңғы комитті сілтеп тұрады. Әрине біз бұл тармақты басқа комиттерге сілтеуге болады. Бірақ қалыпты жағдайда ол біз соңғы комитті сілтеп тұрады. Енді мынау тег, бұны кейінгі сабақтарда өтеміз әлі. Әзір бұған тоқталмай қояйық. Head қазір алдағы тақырыптарда өтеміз. Қараңыздар, мен қазір git log деп көрейін. Master тұр. Яғни мынау менің комиттерім. Бір комит, соңғы комитім, оның алдындағы комит, мынау оның алдындағы комит, мынау оның алдындағы комит, осылай кете береді. Яғни бұл объектілер, мына объекті атасы мына объект болып саналады, бұның атасы келесі объект болып саналады, осылай кете береді. Енді мастер бұтағы былайша айтқан кезде бұл осы комитті көрсетіп тұр, нұсқап тұр. Түсінесіздер ме? Яғни жай сөзбен айтқан кезде бұл жай үшін pointer, жай үшін указатель. Енді head деген бар. Head. Бұл head, яғни бір нәрсенің ұшы ғой, басы, заголовка, головка. Бұл ұшы нені көрсетеді? Бұл енді, бұл да нұсқағыш, бұл да указатель, бұл да pointer. Бұл енді тармақтарға көрсетіп тұрады. Тармақтарға нұсқап тұрады. Яғни тармақтардың өздері комитке нұсқап тұратын болса, ал head бұл тармақтардың өзіне нұсқап тұрады. Қазір көресіздер бұның не қандай пайдасы бар екен. Әрине, біз headті басқа комиттерге де көрсетуге болады. Нұсқайтындай жасауға болады. Бірақ қалыпты жағдайда бұл тармақтарға нұсқап тұрады. Яғни тармақтардың адресі тұрады былайша айтқан кезде. Ал мастерде комиттің адресі тұрады. Соңғы комиттің адресі тұрады. Мастер тармағы не екенін айттық. Қараңыздар. Енді біз жаңадан бір тармақ құрайық. Git branch testing. Яғни біз просто git branch деп теретін болсақ, бізде қандай тармақ бар екен көрсетеді. Git branch. Яғни бізде мастер деген бір ғана тармақ бар екен. Енді git branch деп біз белгілі бір сөз жазатын болсақ, онда бізде сол тармақ құрылады. Git branch testing. Давайте git log'ты көрейік. Яғни, мына қараңыздар.
master деген тармақ бар енді бізде, және testing деген тармақ бар. Және біздің ұшымыз, яғни тармақты көрсетуші ұш, бұл мастерді көрсетіп тұр. Және testing тармағы да, мастер тармағы да бір коммитті көрсетіп тұр. Себебі біздің жаңадан құрылған testing тармағы бұл мастер тармағының негізінде құрылды. Яғни біз head қай жерде көрсетіп тұр, соның негізінде құрылған тармақ болып тұр. Git branch'ті тексеріп көрейік. Бізде қазір енді екі тармақ бар, master және testing. Бірақ біздің әлі head, яғни ұшымы әлі мастерді көрсетіп тұр. Схемаға көрейік, бұны қараңыздар. Бізде master және testing деген екі тармақ құрылды. Екеуі де соңғы құрылған коммитті көрсетіп тұр. Себебі бізде head деген жаңағы заголовка бар, яғни head деген жаңағы ұшы бар. Давайте мен head деп айта берейін. Бұл head, яғни head нұсқағышы. Head нұсқағышы бұл бізде мастер көрсетіп тұр. Біз testing тармағын құрған кезде head нұсқағышы қай жерде тұр, соның негізінде құрады. Қалыпты жағдайда бізде соңғы коммитті көрсетіп тұр. Яғни head бізде мастер көрсетіп тұр, мастер бұл соңғы тармақты көрсетіп тұр. Демек, testing осы соңғы коммитке құрылады. Яғни соңғы коммитті көрсетіп тұрған нұсқада құрылады. Арғырап жылжиды. Мысалы, get log decorate деген параметр қолданып көрейік. Get log, давайте one line бізде қысқартып көрсетейік. И decorate. Decorate біз нұсқамен жұмыс жасаған кезде көп қолданатын боламыз. Қараңыздар. Head бізде мастерді көрсетіп тұр. Сәйкесінше бізде жаңадан құрылған тармақ, яғни testing деген тармақ, бұл да осы коммитті көрсетіп тұратын болады. Себебі біз осы head'тің қай жерде тұрған негізінде жаңадан тармақ құрып жатырмыз. Арғырап кеттік. Енді біз head'ті ауыстыра аламыз. Түсінесіздер ме? Қарап тұрсақ, head деген бұл да нұсқағыш. Ол қазір біз қай тармақта тұр екеніміз, соны көрсететін нұсқағыш. Қараңыздар. Head бұл нұсқағыш. Яғни репозиториде қайда тұрғанымызды көрсетеді. Қалыпты жағдайда тармақтардың біреуіне сілтеп тұрады. Яғни бұл тармақтарға сілтеп тұрады. Қалыпты жағдайда. Head'ті біз нақты бір коммитке сілтейтін қылып жасауға болады, және ол жиі қолданылады. Біз Git өткен кезде Git бір time machine секілді, яғни бір уақыттан екінші уақытқа ауыса алады деп айталды ғой. Яғни бір коммиттен алдағы коммиттерге жылжи алады. Осы head арқылы жылжиды. Яғни head бұл жерде нұсқағыш. Қалыпты жағдайда ол мастер тармағының соңғы коммитін нұсқап тұрады. Жаңа айтып өттім. Соңғы коммитке нұсқап тұрады. Бірақ біз ол нұсқағышты жылжыта отырып басқа тармаққа немесе басқа коммитке ауыстыра аламыз. Яғни бұл head'ті біз кітаптың арасына қоятын закладка бар ғой. Бір есте сақтайтын бір белгілерге осыған ұқсатуға болады. Яғни біз мысалы бір кітапты оқып жатамыз, келген жерімізге белгі салып қоямыз, немесе біз қызықты жерге белгі салып қоямыз. И қажет болған жерге сол жерге қайтып ораламыз. Яғни нұсқағыш, указатель, pointer. Head-ті осындай рөлді атқарады. Қараңыздар, біз енді head-ті ауыстыра аламыз. Қалай? Мына бір схемада көріп тұрсыздар. Git checkout testing деп өзгерттік. Бізде екі тармақ бар енді, master және testing. Master бұл соңғы құрылған коммитке көрсетіп тұрады. Біз осы жағдайда біз testing деген жаңадан тармақ құрдық. Енді git checkout testing деп біз мынау head нұсқағышын ауыстыра аламыз. Енді head нұсқағышы бізде testing тармағына ауысылады. Тексеріп көрейік. Қараңыздар, қазір head мастерге көрсетіп тұр. Енді мен get checkout немесе switch деген команданы қолдануға болады. Checkout деген бізде көп функционалды команда. Checkout'ты біз көп жерде қолданамыз. Сондықтан кейінгі нұсқаларда switch деген арнайы команда арнаған. Get switch, мысалы testing. Қазір ешқандай айырмашылық жоқ.
get switch testing, get checkout testing, қайсысын қолданамын десеңіздер өздеріңіз білесіздер. Давайте get checkout. Енді қайтадан міне switch it to branch testing. Енді тестинг тармағына ауысты дейді. Тексеріп көрейік. Decorate'пен. Міне енді біздің head нұсқағышы тестинг тармағына көрсетіп тұр. Түсінесіздер ме? Я, тестинг тармағы да, master тармағы да бұл бір коммитке көрсетіп тұр. Commit объектісін көрсетіп тұр. Қазір ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ біз арғырап жылжи берсек болады. Қараңыздар. Енді біз тест RB-ға өзгеріс жасайық. Байқайсыздар ма? Біз қазір тестинг тармағында тұрмыз. Біз оған өзгеріс жасаймыз, и оны commit жасаймыз. И біздің программа нұсқасы енді, яғни біздің жобамыз нұсқасы өзгере бастайды. Давайте тексеріп көрейік. Тест RB-ны ашамыз. Қараңдар. И белгілі бір өзгеріс жасады. Я, давайте бір код жазайық. Белгілі бір код жазып тастадық. Енді git статуспен тексереміз әрине. Біз оны add қосамыз. Тест RB-ді. Мына қостық. Коммитке дайын. Коммитке жіберейік. Өзгерді дейік. Мына өзгерді. Сен қараңыздар, git log'ты тексеріп көрейік. Мастер төменде қалып кетті. Яғни мына схема қараңыздар. Мастер бізде мына жақта қалып кетті. Ал тестинг алға озды. Енді мен қазір кейін қарап қайтайын. Мынаға мән беріп қараңыздар. Тест RB бізде тестинг тармағында тұрып өзгерді. Қазір мен мастер тармағына қайтадан ауысатын болсам, мастер тармағында бұл өзгеріс жоқ. Давайте, мына жерге қарап тұрыңыздар. Мен ауысайын. Git checkout, немесе git switch'ті қолдансаңыздар болады. Мастер тармағына ауысам. Все, мына файл жоқ болып кетті, байқаңыздар ма? Таза. Себебі мастер тармағында бұл жоқ. Міне, қазір мастер тармағы. Тестинг тармағы ол жоғарда қалып кетті. Бұны былай көруге болады. Git log all деген параметр бар. Міне тестинг тармағы неқта тұр. Қазір біздің head нұсқағышымыз мастерді көрсетіп тұр. Сонда қарап тұрсаңыздар, бізде не бар? Бізде тармақ деген нәрсе бар. Яғни branches, ветки, немесе бұтақтар, тармақтар. Бұл тармақтар коммитке нұсқап тұрады, коммитті көрсетіп тұрады. Және head деген арнайы нұсқағыш бар. Бұл head қалыпты жағдайда тармақтардың өзіне көрсетіп тұрады. Яғни біз headті өзгерту арқылы бір тармақтан екінші тармаққа ауыса аламыз. Сәйкесінше тармақтарды өзгерту арқылы біз бір коммиттен екінші коммитке ауыса аламыз. Сонда бізде программаның әртүрлі нұсқасымен жұмыс жасауға мүмкіндік болады. Қараңыздар, енді қайтадан get checkout masterге келейік. Міне, get checkout master ауыстық. Енді бұл жерде бір өзгеріс жасаймыз қазір. Тағы да код тест RB жасайық. Давайте. Мына жерге біз өзгеріс жасаймыз. И бұл жерде өзгеріс, давайте мастер деп жазып тастай берейік. Мастер. Себебі қазір бізге маңызды. Давайте git статусты көреміз. Modified, өзгерген. Біз оны істейміз, енді тест RB-ны индексация жасаймыз. Яғни дайындық алаңына өткіземіз. Енді бұны біз коммитке аламыз. Commit объектісін құрамыз. Яғни бұл да біз не істейміз? Тест RB is changed. Өзгерді. Давайте made other changes. Қараңдар, git log. Мен қысқартылған вариант жасайын. Decorate. All деген параметрді қосайық. Testing.
Давайте граф деген параметрді қосайық. Граф. Яғни қараңыздар, бізде міне тестинг бөлек бағытқа кетті, и мастер бұтағы бөлек бағытқа кетті. Екеуі екі түрлі тармаққа кетті. Мына жерде соны көрсетеді. Яғни бізде мына жерде тұрып жаңадан тестингде тармақ құрдық, и оған отдельно өзгеріс жасап коммит жасадық тестингде тұрып, және қайтадан мастерге ауысып, біз тағы да өзгеріс жасап, тағы да коммит жасадық. Бізде былайша айтқан кезде екі нұсқасы пайда болды. Екі бағытқа кетті, екі тармаққа бөлінді. Бірнеше тармаққа бөлініп, жұмыс жасай беруге болады. Яғни лекцияны алдында, презентация алдында көрсеткен едік қой міне. Осылай біз бірнеше тармақта жұмыс жасай беруге мүмкіндігіміз бар екен. Бұл бір керемет нәрсе. Енді GitLog'тың мынандай командасы бізге көп көмектеседі. OneLine, Decorate, Graph, All. Яғни граф бізге визуальны көру үшін, All бүкіл коммиттерді көру үшін, Decorate бізде head нұсқағыш қай жерде тұрғанын көру үшін, OneLine бізге қысқартып шығару үшін қажет параметрлер. Енді қараңыздар, Git branch деп тексеріп көрейік тағы да. Бізде екі ғана тармақ бар. Енді git switch те ауыстырып көрейік. Git switch мысалы тестингке ауысайық. Checkout, switch айырмашылық жоқ. Енді қайтадан branch тексерейік. Біз қазір енді тестингте тұрмыз. Көрдіңіздер ме? Мынау код өзгеріп кетті. Қайтадан git switch деп мастерге ауысайық. Мына жерге қараңыздар. Мынау код қайтадан өзгеріп кетті. Көрдіңіздер ғой, біз бір нұсқаны екінші нұсқаға ауысып жүрміз. Енді мынау бізге қажетті, яғни нұсқалармен жұмыс жасауға, тармақтармен жұмыс жасауға қажетті негізгі командалар. Қазір енді осыларды тексеріп, практика жүзінде көреміз.